Сәлеметсіздер ме достар, мен сіздерге қазір YouTube каналын ашуды көрсететін боламын. Бұл жерде аккаунтты ауыстыру дегенді басасыз. Ауыстыру деген жерге аккаунттар деген жанында плюс белгісі тұр. Сол плюс белгісін басып, аккаунт жасау дегенді басып, өзің үшін пайдалану және аты жөніңізді жазып шығасыз. Одан кейін ары қарай келесі дегенді басасыз. Келесі дегенді басып, туған күн, ай, жылдарыңызды толық жазып шығасыз. Толық жазып шыққаннан кейін ер әйел таңдап басасыз, сосын келесіні басып, новый аккаунттар мына жерде прилагать етеді. Жаңадан жазсаңыз болады, немесе сол предложениялардың біреуін жазсаңыз болады. Мен предложенияларды жаздым, сосын келесіні бастым ары қарай. Келесіні басқан соң құпия сөздерімді жазып шықтым. Өзіңіз әркім өзінің құпия сөзін жазып, бір жерге жазып қойсаңыздар болады. Неке құпия сөз жазылды, мына жерге сақтап қойсаңыз болады, немесе өзіңіз аккаунт ашылды, келесі дегенді басасыз. Сосын ең түп жағына келісемін дегенді басуыңыз керек. Ол Google аккаунты сіздің үйіңізді көріп отыру үшін. Келісемін деп басқаннан соң ары қарай уже сіздің аккаунттарыңыз ашылды. Гүлзат Култаева 33 деп тұр. Енді ары қарай біз бұны атын өзгертуімізге болады, суретін қоюымызға болады. Мен мысалға қазір мына жерге өз атымнан ашқанмен ары қарай жолдасымның атын суретін қоямын да оған канал ашамын. Галереяға кіріп, өзіңіз дайындап қойған суреттеріңізді салсаңыз болады. Мен мына жерде бар суреттердің ішінен біреуін таңдап, жолдасымның суретін қойдым. Міне жолдасымның суретін алып қойдым. Өзіңіз форматын жақындан көресіз. Профильді сурет етіп сақтау дегенді басасыз. Бұл жерде надумалақтың ішінде жаңағы адамның суреті тұрады. Сосын атау деген жерге өзіңіз қандай атау қойғыңыз келеді. Мысалға мен жолдасымның атын, лақап атын қойдым және сақтадым. Сақтадым. Аты уже идентификатор пакет 3 деп шығады. 3 деген ол енді оның 3-ші канал болғандықтан 3 деп шығып тұр. Мінекей канал ашылды. Келесі видеода каналға дайындап қойған видеоларыңызды қалай салуға болады, соны көрсететін боламын. Каналға тіркеліп жазып қоюды ұмытпаңыздар. Бұл жерде сізге YouTube канал туралы барлық шындық айтылатын болады. Ал енді келесі видеода кездескенше.